Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Assalamu alaikum, hürmetli қазақ халқы. Мен Бегей Исрафил рахматуллаху. Маған экстремизм, терроризм деген жалаларды жабуына қатысты өзімнің жауабымды айтып өтейін. Негізінде бұл экстремизм немесе терроризм қылып шығару деген мансап өте маңызды, үлкен мансап. Сол тұсында бұл мансапты ойыншық қылып кетпеу үшін, бұл мансап біреудің құралы, біреудің қару болып кетпеу үшін екі негіз бізге керек. Бірінші, сол орынға, сол мансапқа тек қана Аллахтан қорқатын, тек қана Аллахқа жауап беретін, халқына, еліне жаны ашыр азаматтарды қою керек. Себебі ол мансапты орнымен қолданады, ешкімді өзінің нәпсінің, өзінің жеке мүддесіне құрбан қылмайды. Екінші, біз экстремизм, терроризм деген сөзді бір өлшеммен түсінуіміз керек қой. Егер оған өлшем болмаса, тағы да ол ойыншық болып кетеді. Оған бір өлшем, негізінде бір жақсы белгі болу керек. Мысалы, біз Абу Ханифа рахмаллахның мазхабы болғаннан кейін, біз міндетті түрде сол мазхабқа шақырып, фиқда, ақидада, имам Матуриди ақидасына шақыруымыз керек. Егер кез келген адам фиқта бір адасқан топқа, ақидада бір адасқан ағымға шақыратын болса, немесе өзінің жеке мүддесіне, ойына, мансабына шақыратын болса, ол экстремизм, терроризм болып кетіп, сол айыппен айыптауға болады. Бірақ біз онда біздің өлшеміміз, біздің фиқта Абу Ханифа рахмаллахның асхабының сенімді кітаптары, ақидада да сенімді кітаптар болу керек. Енді өзіме келетін болсақ, мені экстремизм, терроризм деп айыптап жатыр екі үлкен негізбен. Бірінші, мені уағызды қатты айтады деп жатыр. Егер қатты уағыз айту, қатты батырып айту, ол экстремизмнің, терроризмнің белгісі болатын болса, КМДБ-ның кез келген имамдардың уағызшыларын экстремизм қылып шығаруға болады. Мысалы, олардың уағыздарының, кез келген имамның уағызшылардың қатты айтқан жері бар. Мысалы, жаңағы ешек бастар, жаңағы әйелдер дегендер, мысалы, 200-лер, қыз текелер, салафандар, оларды теңізге ағызып тастау керек, оларды бейту керек, кәпірлер, мұнафиқтар деген сөздер көп. Онда ол дұрыс емес. Кез келген адам қатты айтты деп экстремизм болу, ол өте қиын нәрсе. Тағы да мені деубандиттер деп шығарып қойған. Деубандиттер емес, ол деубанд деген медресе, ол Индияда имам Абу Ханифа рахмаллахның мазхабында, ақидада матуридилер олар. Мен бір сөзімде, уағызымда, мен деубандимін деген жерім жоқ. Немесе халық, сіз осы жолға келің, сіз деубанди болың деген бір жерім жоқ. Қараңыз, мына осы сөзіме сенімдімін. Келің осы жолға кірің деген бір уағыз жоқ, дағуатта жоқ. Онда бұл жала. Енді деубанди ғұламаларын сыйлаймын, оны жоққа шығармаймын. Себебі олардың өзіне емес, себебі имам Абу Ханифа рахмаллахның мазхабына дамуына қатты үлестерін қосты. Қазіргі таңда имам Абу Ханифа рахмаллахның мазхабына үлкен тірек болғасын. Имам Абу Ханифаның фиқхына, хадисіне, ақидасына, тағы адасқан мазхаб, имам Абу Ханифа мазхабын жоққа шығаратындарға үлкен мықты дәлелдерді келтірген үшін оларды сыйлаймыз. Тек олар емес, кез келген кісі, ғалым имам Абу Ханифа рахмаллахның мазхабын дамуына, өсуіне үлесін қосса, барлығын сыйлаймыз. Мұхаммад Захид Каусари Египетте, оны сыйлаймыз. Мұхаммад Ауама Сириядан, Абдул Фаттах Абу Ғудда, олар ешқандай деубанд мектебіне қатысы жоқ қой. Мұхаммад Садық, Мұхаммад Юсуф. Енді бұл сөзімден кейін Исрафил бұларды да айтты деп, оларды да енді экстремизм, терроризм шығармаса, енді оны көреміз. Егер одан кейін оларды да экстремизм, терроризм деп шығаратын болсаңыз, онда менің мектебім, менің жолым мен емес, менің өзіммен жеке проблемаңыз болғаны анықталады. Енді ол екі. Енді негізінде бір адам экстремизм, терроризм болу үшін не істеу керек? Терроризмдік бір белгі болу керек қой. Халықты көшеге шақыру керек, халықты митингке шақыру керек, халықты үкіметті құлатуына шақыру керек. Ашық. Бұл ел күфір ел екен, бұлмен жихад қылу керек екен, басшылар кәпір екен деу керек те. Бірақ керісінше біз
көшеге шығудан қайтардық, митинг жасаудан қайтардық. Басшыны кәпір емес, керісінше басшылардың көпшілігі, яғни қазақтардың барлығы мұсылман дедік. Бұл Қазақстан елі дарул күфр емес, күфри ел емес, керісінше ислам елі дедік. Қараңыз, дәлелмен, ода өзімнің жеке ойым емес, пікірім емес, кітаптар бойынша айттық оларды дәлелдеп. Митингке шығу дұрыс емес, аштық жариялау дұрыс емес, ол батыстың жаңағы адамдарының жолы деп басшыға бағыну имам Тахауидің кітабымен келтірдік, уәжіп екен. Сондай өзімізден шақырудан қайтардық. Өзіміз топ емеспіз, менің өзім жеке мансабым жоқ, мүддем жоқ. Кез келген имам Абу Ханифа рахмалланың ғұламалары кітап бойынша сөйлесе, соны тыңда дедік. Қараңыз, ешқандай белгі жоқ қой онда бізде. Не Деубанди дедік өзімізде, не Деубандиге шақырдық, не жаңағы кәпір елде болған жихадқа шақырдық. Қалай онда біз экстремизм, терроризм боламыз? Сондықтан бұл сөздердің барлығы негізсіз. Жаңағы өткен видеомда шығарғандай, ол тек қана бір имамның жүрегінде өкпесі, ренжісі, назы, өкпе назы, ол енді ол өзімен Алласымен жауап беру керек та. Бірақ дәлелге келетін болса, альхамдулилля, біз Абу Ханифа рахималлахтың асхабымыз, фиқта, ақидада имам Матуридиміз. Иншалла, еш мектепке де тікелей қатысымыз жоқ.